Сәлем қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Біздер бүгін осындай блинчиктер пісіретін боламыз. Бұл үшін бізге 1 стакан сүт, 1 стакан қайнап тұрған ыссы су және 140 грамм шекер керек болады. Үшеуін жақсылап араластырып аламыз. Бұл құрамынан бізде 20-ның үстінде блинчиктер шығады. Енді 6 столовый ложка шемішкі май құямыз және 1 чайный ложка тұз салып, жақсылап бәрін араластырып аламыз шекер ерігенше. Енді 4 жұмыртқамызды саламыз. Егер сізге 10 шақты блинчик жарайды десеңіз, осы құрамды азайтасыз. Мысалы 2 жұмыртқа, 3 столовый ложка шемішкі май деп азайтып аласыз. Жақсылап араластырамыз. Енді 2 стакан ұнымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Ұнымыз әбден біріккенше араластырып. Осындай бізде әдемі масса шығады, қоймалжың. Енді тавамызды газға қойып, майлап, кішкене қыздырып аламыз. Мен бұл рецептімен жасап келе жатқаныма 3 жылдың үстіне шықты. Тек қана осы рецептімен жасаймын. Әрбір бірінші жасаған адамнан бірден жақсы болып шығады. Жасап көріңіздер сіздерде. Осылай жан-жағына жеткізіп, жақсылап құйып аламыз. Енді ар жағын айналдырып, екінші жағын пісіреміз. Осылай барлық блинчиктерімізді екі жағын аударып отырып пісіріп аламыз. Отты өте жайына қоймау керек. Орташа отқа қойып пісіру керек. Сонда тез піседі және жақсы болып, әдемі болып піседі. Осылай барлық блинчиктерімізді пісіріп аламыз. Жасап көріңіздер, ас болсын. Ұнаса лайк басып, тіркеліп, колокольчик басып қоюды ұмытпаңыздар.